Құрметті достар, бүгін тақырыбымыз байланысты екінші сабағымызды айтамыз. Бірақ бүгін онлайн емес, онлайн кішігірім сабақ болады, 15-20 минуттық. Және де бұл жерде біз тікелей эфир емес, тек қана кішкене 15 минуттық қысқа видеоларды салып көреміз. Енді бүгін көретін тақырыбымыз шартты операторлардың орындалуы деп айтамыз. Переход орындалу, жүру деп айтсақ дұрыс болады. Енді негізгі ережелер оператор if-тің, шартты оператор if-тің негізгі синтаксисі былай жазылады. If, көрдіңіз бе, қара әріппен беріліп тұр, бұл қитық сөздер. If, else. Егер, аударсақ, орысша если, ағылшынша if, қазақша егер, мына жерде else, или деген сөз. Иначе деп аударылады, қазақша әйтпесе. Мысалы, шарт болған кезде, мына жерде булен value тұрған жерге бізге егер де булен value'мыз біздің true болса, мынау жол орын алады. А егер біздің жаңағы булен value'мыз жалған болса, ол false болса, онда біздің else әйтпесе вариантына, сценарийіне өтіп кетеді. Мысалға келтірсек, if дейміз да, айнымалы береміз, int age деп. Age 18-ден жоғары болса, сіздің жасыңыз 18-ден жоғары деп шығарып береміз экранға. Осыны көреміз қазір. А егер 18-ден төмен болатын жағдайда, 18-ден төмен сандарында мына жаққа шығарамыз. Сіздің жасыңыз кіші деп. Солай шығарамыз. Мысалы, мына жерде value is valid, value is broken деп шығарды, бірақ мына жерде әлі шартында айнымалысы жоқ. Бұл if else пен жұмыс істейді. Одан бөлек бізде if else, if деген бар, оны қазір түсіндіремін. Бұл қалай айтпасем, бұны лесенка деп айтып, баспалдақ деп аталады. Оны қалай түсінуге болады? Мысалда, бізде value-мыз мысалы 1-мен 1-ден тең және 1-ден тең, және де 1-ден 4-тен кіші және 4-ге тең. Сонда және деген оператор тұр. Сонда екеуінің де шарты мынау true болса ғана, екеуінің көбейтісі true болып шыққандықтан мынау шарт орындалады. Онда не білдіреді? Бұл жерде біз білдіретін нәрсеміз 1 мен 4-тің арасында сан болу керек. Сол кезде мына шарт мынау жол орындалады. А егер біздің жаңағы 9 деген санымыз 1 мен 4-тің арасында жатқандықтан, әйтпесе тағы да шартын тексереміз. 9-ға тең болғандықтан мына жағымыз жұмыс. Ал енді егер біздің санымыз 0-ге тең болса, ол мына шартқа да келмейді, мына шартқа да келмейді. Келесі else етіп лесенка жасай береміз. Мысалы, мынаға тең. Ал мына жаққа else деп қандай сандар түседі? Бұл жерге мына сандар 8 сан түседі, 7 сан түседі. Өйткені ол 7 сан мына шартқа да сәйкес келмейді, мына шартқа да сәйкес келмейді, мына жерге де келмейді. Сонымен 7, 8 және минус 0-ден теріс санға кете береді. 6, 5 кіреді. Сонымен бұл if else деп аталады. Көрдіңіз қарап. If, бірақ else if-тен кейін жазылады. Else байқасаңыздар ең соңында әйтпесе деген нәрсені білдіреді. Енді жаңағы өзіміздің осы шартқа қарап есебіміз шығады. Егер жасыңыз 18-ден жоғары болса, жасыңыз өте. Егер әйтпесе жасыңыз 18-ден кіші болса, сізге мына жерге жазу шығады. Сіздің жасыңыз кіші. Ол үшін проектті барамыз. Мен тағы да екінші папканы файлдық ретінде кешірім өтір. Мен пакет создавателен сабақ 2 деген. Ал енді есте болса, жаңа класс береміз. If example деп атып қоямыз. Битке қосамыз ба дейді. Сонымен жаңа таблетка статика бойынша жазамын. Енді біз алдыңғы өткен тақырыбымызда скани арқылы біз енгіземіз. Клавиатурадан just енгіземіз. Скания system. Проекті көп жаза берсеңіздер, қолданып сөйлемеген бар.
Енді бізге айнымалы керек. Біздің жасымыздың айнымалысы HD'ге сканерге біздің жасымыз бөлшек санмен болмайды. Жасымыз бүтін сан болады. Сол үшін біз лимит қолданамыз. Егер жасымыз бөлшек сан керек болса, next double next қояды. Сонымен енді клавиатурадан енгізетін болады. Бірақ енді бізге клавиатурадан шығару керек. Экранға енгізді түсінікті болатындай. Жасыңыз нешеде? Нешеде деп береміз. Мынаны қоямыз. Әдемі күшті. Принтермен принт десеңіз, print line деп жазсам, жаңа жылдан шығарады. Алға жалғасып кетеміз. Біз жасты енгізіп алдық. Енді біз жағына кітапта қарасақ, if дейді. Сонымен if байқасаңыздар, Java'да кілттік сөздердің бәрі мысалы оранжевый түспен, сарғышты түспен белгіленген. Тағы да сіздердің айнымалының аттары мысалы былай жазуға болмайды. Өйткені түсу ол дұрыс емес деп қате береді. Сонымен біз өзіміздің айнымалы атымыз h деп ат қойдық. Енді бізде айнымалыға сан бердік. Клавиатурадан іздейміз 15-18. Мысалы біз айтайық 20 деген жас дейміз. Сонда мына жерге h айнымалымызға 20 деген сан береді. 20 үлкен 18-ден ол тұрмен айтады, шын, 20 18-ден үлкен ғой. Сондықтан ол мына жердегі шарт орындалады. Егер біз мысалы клавиатурадан енгізген 17 деп терсек, ол мына шарт 17 деп келеді, 17-18-ден үлкен емес қой. Сондықтан жүрмейді. Шарт false қайтарады. Сол қайтарғанда біз егер деп салыстырдық, оператор бізге false қайтарғандықтан әйтпесе сигнал өтіп кетті. Енді экранға айтамыз. Сіздің жасыңыз үлкен. Жасыңыз үлкен. Сіздің жасыңыз кіші. Кіші деп береміз. Сонымен бұл тексеріп көреміз. Сіздің жасыңыз неше? Енді 19 жас дегенде қазір тексереміз. Сіздің жасыңыз үлкен деп жауап қайтарамыз. Енді программаны қайтадан запускать етемін. Сіздің жасыңыз неше? Жасым 17 дейді. Сіздің жасыңыз кіші. Сонда мына жерге 17 келді, 17-18 үлкен ба? Үлкен емес, өтірік болғандықтан мына else жағы орындалады. Шартқа сәйкес келмесе, мына жерде егер шарт жалған болмаса, if-тің мына блогы орындалады, мына фигурный скобка ішінде. Мына фигурный скобканы алып тастауға да болады бізге, егер бізде бірақ қана оператор болып тұрса. Былай жасақ та болады. Бірақ біздің кейін болашақта есептерімізді мысалы тек қана 18 жасында тексеріп, оның ішінде біраз операциялар орындалған оператор, сол үшін блокқа қоямыз, фигуралық жақшаның ішіне қоямыз. 45 дейін сіздің жасыңыз үлкен. Дұрыс істеп тұр. Енді орнына қайтарып бердім. Жаңағы Ctrl-Alt-ді басам, маған әдемілеп түзеп берді. Енді мынандай жағдай болуы мүмкін. 18 бен 25 жасының арасында жасөспірім, немесе 18 бен 25 арасындағы адамдардың жасы жас. Сіздің жасыңыз, сіз жасөспірім, бала деп айтсақ болады. Сіз үлкенсіз, мысалы, жасы 18 бен және де жасы 25 дейді, сіздің
көрдіңіз ба? 18 бен 25 арасындағы санды сіздің жасыңыз. Молодежный, жастар. Енді шарт қоямыз. Шарт қойғанымыз if-тің аяқталған жеріне барамыз да, өзіміз қойамыз. Else if дейміз де. Else if деп айтамыз да, age 25-тен жоғарғыларда сіздің жасыңыз үлкен деп жасаймыз. Көшіге салдым. Баспалдақтың түрін көрсет. Мынаны әдемі үшін басам. Бір жетке келді, жақсы көзге де үйреншік. Енді қараңыз, жасыңыз мысалы 19 деп жазсаңыз, ол 19 бен 18 бен 25 арасындағы сандарды қарайды. Сол шартқа сәйкес келмеген true айтылғандықтан бізге мынау осы экранға жазушы системалық таңдау. Сіздің жасыңыз жастар атанады. Егер менің жасым 25-тен жоғары болса, сіз үлкен. Ал осы шарттардың ешқайсысына кірмеген нәрселер, 18-25 арасында, 25 арасында кірмеген сандар, ол әйтпесе сөз. Олайша 25-тен миллионға дейін үлкендер болып кетеді. 18-25 арасында, енді бізге 18-ге дейінгілердің қалғандары әйтпесе де. Осы шартқа келмеген нәрселердің бәрін қалғандары else-ге кетеді. Сонымен, қарасаңыздар, тексеріп көрейік. Мысалы, жасыңызды 19 деп берем. Жасыңыз жастар адамыз. Енді қайда программаны берсем, мен жасым 36 дейді. Сіздің жасыңыз үлкен. Енді мен жасым 18-ге толмаған, 25-тен кішімін ғой. Мен 17 жастамын. Онда сіздің жасыңыз кіші шарт береді. Бұл if-тің жолы. Тағы да мына кітап бойынша тура өткен нәрсені түсініп алды. Кейбір кезде мынандай нәрсе болады. Else-тің міндетті түрде болудың қажетінде емес. Мысалы, бір ғана шарт тексеру бұл оны әйтпесе білген керек емес. Ол негізінде жасы нөл кеткен бе, теңдей емес па, салыстыру жасы теріс па, теріс емес па. Мысалы, теріс сан. Мысалы, оны түсінен 25-тен негізінен алында. If деп қоямыз да. Age нөлден кіші болса, айтамыз. Адам жасы теріс болмайды. Теріс сан болмайды деп жазады. Мысалы, көрдіңіздер, мынаның белгісі жоқ. Мынаны орындайды да, соның ағаны жалғасып кете береді. Мына кітапта сол мысалды айтылып кетті. Мысалы, жасы -45-тен 50 десем, көрдіңіз ба? Адам жасы теріс болмайды деді. Орындалды. Потом шартқа кірді, -45 деген ол. Мына шарттың ешқайсысына келмейді. Мына жаққа кетіп қалды. Енді егер біз оны тағы да else-пен жалғаған болсақ, мына else-пен бізде жаңағы теріс сан тізсек, мынау ғана шығатын еді, мынау жағы қатар шықты. Мысалы, -78 бұрын адамыз теріс болмайды деп, осымен осы жақ орындалып аяқталды. Мына жақта жүргізбейді. Өйткені шарт мына жерде true қайтарып тұр. Минустан нөлден кіші болады да, мына қатарғанда орындалды. Егер жасымыз 10 болғанда, ол нөлден үлкен, мына шарт сәйкес келмейтін false қайтарады.
if false қайтарғаннан кейін бізге мынау шарт орындалмағандықтан бізге else IPC жағына өтіп кетті. Сол жақтан шарттар орындалды. Ол else'дің ішіне кірсек, біз арғы тағы да ішінен ifпен тағы да салыстыруға кетеді. Енді сіздерге де мысалы шынайы өмір деуге балалардың жазған кодтарын көрсетейін сіздерге. Мысалы бұл контроллердің несі списоктесі деп аталады. Мысалы қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Жерде жаңағы метаридинг деген ТТО бар, бір объект. Ол нолға тең болса, показания объекті жоқ дейді. Егер және оның суреті болмаса, және де ол жаңағы фото бос түсті болса, және де ішіне көрінбей кавычкамен тұрса, ол түсті фото шығарады. Немесе егер бәрі дұрыс болса, енді else қабылданады, сет фотомен суретін іздейтін жері бар, логика бар. Мысалы, бірінші мысал дейді. Екінші мысалына қарасақ, жоқ, бэкап жасайтын файл бар ма жоғын тексереді. Не қылымзаны қол тақымай қылып көріңіздер, else деген нәрсе жоқ. If-тің ішінде if болады екен, if-тің ішінде жаңағы мынау айнымалының ішінде жаңағы файл бар ма жоқ па тексереді. Көрдіңіздер ме? Файл локейшнде мысалы байта жоқ, инспекторда мысалы көрдіңіз ме? Авторизация жүрді, жүрмейді, соның бәрін қарап тексеріп отырады. Қолданушы бар ма жоқ па, сол else-ін көріп, жаңағы шынайы өмірде сіздер бәрібір негізгі программалаудың негізгі айтады ғой, математика керек деп. Иә, математика керек. Бұл жерде сіздердің логиканы дамытады. То есть, былайша айтқанда жаңағы есептер, бірінші берген есептер, райынан есептер 37 жасаңыздар, ол сіздерге қалауына жасайды. Келесі есебінде барсаңыздар, if-ке байланысты есептеді. Бүкіл сіздердің программаға жазған кезде тек қана біз егер IPC деп сондай мен логика жазасыздар. Бүкіл кодтың бәрі сол if else-пен неғылған. Бүкіл өйткені мысалы дұрыс қой, интернетке кірген кезде мысалы жаңағы логин пароліңізді тересіз, логин пароль деген кезде парольмен логин сәйкес келмесе, ол if дейді. If екеуі логин пароль сәйкеспесе, true болса, сізді арғы сайтқа кіргізеді. Егер логин парольмен біреуі дұрыс емес болса, сіздерді else-пен алады да, жаңағы пароль төсеңіздерді бақылайды. Сол түсінеді. Енді мына жерде бір әдемі мысал тұр. Айтады, бүкіл саудагерлер дейді, менеджерлер, сатушылар айына $1000 алады дейді. Енді сол $1000 сатып жүрген менеджерлер дейді, егер 10 товардың артық сатса дейді, оларға дополнительно қосымша бонус түседі дейді. Қосымша бонусқа $250 түседі. Бұны біз қалай жазар едік? Давай жазып көрейік. Мысалы әркім ол логикасын әртүрлі жаза білуі мүмкін. Сол үшін оған қатты көңіл аудармау. Өздеріңізді түрлендіріп жаза берсеңіз болады. Мысалы мен жаңағы мен неге қайта жазып келіп отырмын сіздермен бірге? Өйткені сіздерді көшірмесін деп. Егер көшірсеңіздер, сіздер үйреніп қаласыз. Ал егер қолыңыз жазса, сіз миды жабықтыру болып саналады. Кейін автомат түрде нәрсені жазасыз. Мысалы, in sales дейміз. Қанша товар саттық деген нәрсені енгіземіз. Scanner next дейді. Мына жерге жаңағы экранға жазуды әдемі шығарып жүр бізге. Қанша товар сатты. Мысалы, қазір өшірейін. Енді if sales егер 10-нан жоғары болса, біз оған жарғанысын қосып береміз. Cout деп былай жазсам болады. Алынатын сізде бонус деп бонус. Бір келеді. Ол тұрақты түрде $1000 алып жүреді. Оған енді біз қазір былай істейміз.
айнымалы қосып еді. Ин арайды. Мысалы, $1000. Енді соған жағын аламыз да. Егер мың қосылған 220. Бұл әртүрлі стилде төлем бересің. Ал егер жаңағы алмасаңыз, сіз бонус алмайсыз деп жазылады. Sizde bonus жоқ. Şimdi tespit etmiyor. Kişilerde arayıp tespit. Yeterli bonus ile aynı anda olsa özünde önemli için kaydettiğim için sandaldığım için кейін жұмысқа мысалы бонусын өзгертеді осы бәрі ексенсің ішінде өзгертіп отырмаймыз да бір жағынан алған бонус көрдіңіз ба мына жерде егер 10-нан товар жақсы түссе біз рейтқа 1000 бонус қосамыз сонымен жаңағы 1250 шығады есеп көрейік тексереміз ой мынау қате болған мынаны кеттім және үшін қойдым қанша товар саттық 11 товар саттым сонда сізде бонуспен өндірілуде ал енді мен мысалы 9 товар берсем көрді сізде бонус жоқ деп ең жерде жаңалықтарды қосып қойды өткенішке қайда қоймаған саламатты болыңыздар ағай келесі видео сабағыма мен әр сабақ сайын мен үй салып отырамын сіздерге сілтемелерді келсін деп видеоның аяғына дейін көрсеңіздер келесі видеоның сабаққа өтудің ссылканы қойып отырамын сол сөйтіп өтіп оқи бересіздер мысалы қарасаңыздар өте жақсы қарапайым деген жағына сайтының белгілі бойынша егер оннан жоғары товар сатса 250 бонус қосып бересіз сонда 1250 егер аз болса аз сол рахмет қатысқаныңызға көргендеріңізге рахмет лайк басып біреуге тіркеліп басқа үйренбеген балаларға жіберіп